Шарлотканы жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Үйіңізде алма болса, болғаны қалған заттардың барлығы ас үйіңізден табылады. Өте оңай әрі тез дайын болатын алмалы бәліштің рецептісін жіберіп алмай соңына дейін қараңыздар. Дәмі тіл үйіреді, өте дәмді болып шыққан. Иісі бүкіл бөлмені алып жатыр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Үстінен шекерді саламыз. Миксермен араластырамыз. Миксермен кемінде 4-5 минут бойы араластырамыз. Көлемін осылай ұлғайтуы қажет. Дәл осылай көп араластыруымыз керек болады. Үстінен еріген майды құйып, тағы да миксерлейміз. ұн саламыз. Ұнды 2-ге бөліп саламын. Барлығын салмаймыз. Қобыстқышты, яғни разрыхлительді саламыз. Миксерлеп аламыз. Қамырымыз біркелкі болғанша араластыра береміз. Енді қалған ұнымызды салып, тағы да миксерлеп алуымыз керек болады. Міне миксерлеп жатырмын. Біздегі қамырымыздың сұйықтығы дәл осындай болады, міне. Дайын болған қамырымызды формаға саламыз, немесе мен сияқты табаға салсаңыздар да болады. Міндетті түрде кондитерлік қағаз астына төсейміз. Алмаларды жуып аламыз. Мен сияқты турап, жіңішке етіп турағанымыз дұрыс. Видеодағыдай жасаңыздар. Барлығын турап болдық. Енді гүл формасында алманы реттеп саламыз. Видеодағыдай жасаңыздар. Ешқандай да қиындығы жоқ. Өте оңай, өте әдемі болып көрінеді. Алмалы бәлішімізді пешке 180 градуста 40-50 минут бойына пісіріп аламыз. Шарлотка дайын. Бетіне сахарная пудра, яғни қант ұнтағын сепсеңіздер де болады, өте дәмді болып шығады. Бар жоғы аз уақыттың ішінде алмалы бәлішіміз дайын болды. Міндетті түрде жасаңыздар, отбасыңыздың әрбір мүшесіне ұнайды. Мен оған сенімдімін. Шаймен ішкенге өте керемет үйлеседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, пайдалы болса, мені қолдап, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдан ала рахмет.